Сәлем достар, баршаңызға сіздермен мен Райхан, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге ең жұмсақ, ең дәмді пирожкилердің және үлпілдеп керемет болып шығатын керемет маған өте қатты ұнаған рецептпен бөлісемін. Міндетті түрде сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге жасап көруге 100% кеңес беремін. Начинкасының өзі керемет болып шығады. Ең алдымен тез менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға құрғақ ашытқымызды, содан соң 1 шай қасық қантымызды, содан соң жылы сүтімізден 3 қасық жылы сүтімізді құйып, жақсылап араластырып тындырып қоямыз. 5-10 минутқа тындырып қоямыз, бізге керемет опора жасау үшін. Одан соң екінші ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, үстіне 1 шай қасық қантымызды, 1 қасық тұзымызды, одан соң еріген сары майымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді қалған жылы сүтімізді құйып, көтерілген опорамызды құйып, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, аз-аздан салып, жақсылап жұмсақ керемет қамыр илеп алыңыздар. Міндетті түрде аз-аздан салсаңыздар, қамырыңызды арасы аласа болып иленбейді, бір келкі керемет болып иленеді. Енді қолымыздың көмегімен, одан соң столымыздың үстіне ұн сеуіп, столдың үстінде бір келкі жұмсақ керемет қамыр илеп аламыз. Мінекей, жұмсақ керемет қамыр илеп алдық. Енді қолымызды майлап, содан соң ыдысымызды майлап аламыз да, қамырымызды 1-1,5 сағатқа бетін жауып, тындырып қоямыз. Енді ортасына салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, сәбіз және орамжапырақ қажет болады. Пиязымызды осылай майдалап көбік қылып турап аламыз. Одан соң сәбізімізді үкіштен өткізіп аламыз. Толықтай өткізіп болған соң, енді орамжапырағымызды осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жеңішке майда қылып турап аламыз. Мінекей, толықтай барлығын турап болдық. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, табамыздың астын орта отқа жағып, пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымызды 2 минуттай қуырып аламыз, қатты қызып кету қажет емес. Одан соң үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізбен қосып, пиязымызды және 2-3 минуттай қуырып аламыз. Енді үстіне орамжапырағымызды саламыз. Орамжапырағымызды салып болғанымыздан соң, үстіне дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, 5-6 минуттай қуырып аламыз. Шамамен 5-6 минуттай қуырылып, керемет болып орамжапырағымыз қышырлап шығады. Мінекей, барлығы толықтай дайын болды. Бөлек ыдысқа салып, жақсылап қамырымызды дайындап алам дегенше суытып аламыз. Мінекей, қамырымыз осындай керемет болып, жұмсақ болып көтеріліп шықты. Қолымыздың көмегімен бөлектерге бөліп аламыз. Менде 16 штук бөлек қамыр болып шықты. Майда бөлектерге 70 граммнан болды әрқайсысы, егер бір келкі өлшеп дайындаймын десеңіздер. Барлығын бір формаға келтіріп алғанымыздан соң, үстін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Мінекей, барлығы толықтай тынып болғаннан соң, столымыздың үстіне ұнның көмегімен жақсылап оқтаумен жайып аламыз. Өте қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Орташа қалыңдықта жайып аласыздар және ортасына салмамызды салып, видеода көріп тұрғаныңыздай овальный қылып бүгіп аламыз. Барлығын осылай овальный қылып бүгіп боламыз, және де табамызға пергамент қағазымызды салып, барлығын бірдей бүгіп алып тындырып қоямыз. Неке, өзіңіз көріп тұрғандай табаға барлығын жайғастырып алдық. Енді үстін жауып 10 минутқа және тағы тындырып қоямыз. Осы кезде біз печкамызды тығып қоямыз, қызып тұру 180 градуста. Енді жұмыртқаның сарысына барлық пирожкиіміздің үстіне жағып шығамыз. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аласыздар.
мінекей біздің сап-сары әп-әдемі ісіп керемет үлпілдеп пирожкилеріміздің барлығы толықтай пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Екінші күні ысытып жесеңіздер де сіздердің ойларыңыздан шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде комментарий жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің назарларыңызға рахмет, менімен бірге болғандарыңызға.